Сәлем достар, сіздермен бірге Асқар. 1992 жылғы шыққан «Ущерб» деген фильм жайлы айтатын боламыз. Доктор Стивен Ұлыбритания елінде ұлттық министр болып жұмыс жасайды. Оның әйелі, қызы және Мартин есімді ұлы болады. Мартин журналист болып қызмет атқарады. Бір күні кеште Стивен Анна есімді француз қызымен танысады. Анна ұлы Мартиннің жақын танысы болады. Стивен мен Анна екеуі тез арада бір-біріне жақын тартып кетеді. Мартин Лондондағы ата-анасының үйіне Аннаны таныстыруға келеді. Сосын олар бірге отырып тамақтанады. Содан кейін Стивен мен Анна жасырын кездесіп қалағандарын жасайды. Олардың арасындағы қатынас күшейе түседі. Брюссельдегі мемлекетаралық саммитте Стивен Аннаға бару үшін Парижге келеді де, Аннаның үйінің алдынан қонақ үйді жалдап терезеден ұлы мен Аннаны қарап аңдиды. Стив Аннаны қатты ойлағаны соншалықты, онымен әрдайым бірге болғысы келеді. Ол тіпті баласымен ұрсып қалу қаупі бар екенін де алаңдатпайды. Анна оған біз әлі біраз кездесіп тұрамыз деп айтады. Стив Аннаның үйіне барғанда, оның үйінде Питер деген жігіт отырады. Анна басқа бөлмеге кетіп қалғанда, Питер Стивенге ол Аннамен бұрын қатынаста болғанын айтады. Оны естіген Стивен ыңғайсыз жағдайға түсіп қалады. Уақыт өткесін Стивен Аннадан Питер жайында сұрайды. Анна оған менің ағам болған, ол өлгесін қатты қайғырдым. Сосын қайғымды басу үшін Питермен болғанын айтып, бірақ Питерді жақсы көрмегенін айтады. Содан кейін Стивен Аннаны жұбатып, екеуі тағы қосылады. Қызының туған күні тойлау үшін Стивен жанұясымен және Анна бәрі бірге қала сыртындағы үйге келеді. Тамақтанып отырғанда ұлы Мартин жақында Аннамен үйленетінін айтады. Бұл хабар Стивенге ұнамай қалды. Стив сарайға барып Аннамен көңіл қосып жатқанда үстілерінен қызды көріп қалады. Әкесі қызын алдап, мен оны жай жұбатып жатыр едім деп айтады. Осыдан кейін Анна Стивенге бұл романды тоқтатуымыз керек деп айтады. Араларында қауіпті қатынас болғандықтан, Анна соңғы рет кездесейік деп ескі пәтерінің кілтін беріп, Стивенді сонда шақырады. Екеуі сонда көңіл көтеріп қалағандарын жасайды. Бірақ кенеттен ұлы Мартин үстілерінен түсіп, қатты шок алғандықтан артқа құлап, басынан жарақат алып, сол жерде қайтыс болады. Анна сол жерден бәрін тастап кетіп қалады. Стивен болса баласын құшақтап қала береді. Бұл жағдай СМИ-ға жарияланып, әшкере болады. Стивеннің әйелі қайғыдан құса болып, мені жақсы көрдің ба дейді де, екеуміз ажырасуымыз керек деп айқайлайды. Елге әңгіме болған Стивен жұмысынан кетуге мәжбүр. Содан кейін соңғы рет Аннамен кездеседі. Бірақ Анна еш нәрсе демейді. Стивен Еуропаның белгісіз бір жеріне қоныс аударып, өзінің әңгімесінде Аннаның Питерден ұлы бар екенін айтады. Стивен бөлмесіне Анна, Мартин және өзінің суретін ілдіріп қояды. Кинодағы істерді қайталаушы болмаңыздар. Сіздермен бірге болған Асқар. Менің басқа да видеоларымды қараңыздар. Арнаға жазылып лайк басып, бөлісіп кетіңіздер. Сау болыңыздар.